Көп сұрақтардың тағы да бір қатары ол авторлық құқыққа байланысты. Яғни YouTube каналдағы видеоларға авторлық құқықты бұзылды деп, яғни нарушение жіберетін болса, онда сізге ең бірінші ескерту келеді. Одан кейін тағы бұзатын болсаңыз, 3 ай ішінде страйк келеді. Ол 3 айдың ішінде тағы да екінші страйк және үшінші страйктан кейін канал жабылады. Енді ол ескертулердің өзінің шарттары бар. Яғни бірінші ескертуде сізде бүткіл мүмкіндік бар, тек жаңағыдай сол тағы да басқа авторлық құқықты бұзбау керексіз. Бірінші ескерту келгеннен кейін екінші рет бұзатын болсаңыз, онда сізге бір страйк келеді. Бір страйк келетін болса, онда сізде тікелей эфир өткізу мүмкіншілігі болмай қалады. Немесе жаңа монетизацияны өшіріп тастайды. Екінші страйк келетін жағдай болатын болса, онда сіздің каналыңызға видео салынбауы мүмкін. Ал үшінші страйк келетін болса, онда сіздің каналыңызды мүлдем жойып тастайды. Сондықтан осындай қателіктер болмау үшін сіздерге айтар кеңесім, көбіне жіберетін қателіктер ол біреудің видеосын YouTube'дан алып, өзінің монтажының арасында салып жіберу. Сол арқылы сіз нарушение аласыз, яғни заңды бұзасыз. Енді ол болмау үшін сіздерге айтар кеңесім, музыка бойынша фонотека YouTube-ның ішінен іздеу керексіз. Яғни творческая студия деген бөлімге кірсеңіз, ішінде фонотека YouTube деген бөлім бар. Яғни соның ішіне кірсеңіз, ол жерде сізге арналған миллион музыкалар бар. Яғни миллион жаңағыдай кез келген жанрдағы музыкалар, кез келген настроениеға қатысты, ұзақтығына қатысты сіз сол жерден бөліп, таңдап, сорттап іздей аласыздар. Келесі, егер видеоны біреуден алып салатын болсаңыздар, онда сізге міндетті түрде сол каналдың ссылкасын, видеоның ссылкасын описанияға жазу керек. Яғни сіз ұры болып көрінбеу үшін сол видеоға ссылка жасау керек, сілтеме жасау керек. Мен осы жерден алдым деп. Яғни содан кейін ол видеоны алғаннан кейін негізінде сіз сол каналдың авторынан рұқсат алу керексіз. Яғни сіздің ұрлаған видеоның авторы сізге нарушение жібермеу үшін. Келесі, егер біреудің видеосын, шетелский бір видеоларды алатын болсаңыздар, онда сіздер алғыңыз келсе, немесе біреудің видеосын салып, монтаждап, өзіңіздің каналыңызға салғыңыз келсе, онда сіздерде екі түрлі лицензия бар YouTube-та. Оның бірі стандартная лицензия YouTube деген. Ондай лицензиямен сіздер біреудің видеосын алып сала алмайсыздар. Ал келесі лицензия ол Creative Commons деген. Яғни ол лицензия бойынша сіздер кез келген видеоны Creative Commons тағы видеоларды алып сала аласыздар. Өйткені Creative Commons деген ол өзінің видеосын кез келген жерге қолдануға рұқсат берілген видеолар. Ондай видеоларды іздеу үшін сіздер поискке белгілі бір тақырыпта жазасыздар. Және де фильтр деген жерден Creative Commons деген сөзді жазып қоясыздар. Және де соған сәйкес Creative Commons пен салынған, лицензиядағы салынған видеолар сізге алдыңызға шығып отырады. Сол видеоларды кез келген жүктеп өзіңіздің каналыңызға видеолардың арасына қолдануға болады. Сондықтан авторлық құқықты бұзбаңыздар, біреудің атынан сөз сөйлемеңіздер, біреуге жала жаппаңыздар, біреуді шатастырмаңыздар, біреудің атынан, яғни басқаша сөз айтуға болмайды. Ол осы авторлық бұзылған жағдайда ол мемлекеттік деңгейде конституция бойынша заң қадағаланатын болады. Яғни сіз сотқа кетуіңіз әбден мүмкін. Сондықтан YouTube өте қауіпті дүние, өте сақ болмасаңыз, әрине. Сондықтан осы айтылған кеңестерді міндетті түрде қолданыңыздар. Егер видео кеңесім ұнайтын болса, сіздер астына плюс батырмасын басып кетіңіздер, кері байланысты күтетін боламын. Сау, саламатта болыңыздар.